Қайырлы күн, енді сіздермен номер 423-ші есепті шығаратын боламыз. Бірінші есеп, бізде бұл жерде бөлімдері әртүрлі болғандықтан ортақ бөлім береміз. 100 бен 10-ға ортақ бөлім, ол бізде 100 болады. Себебі 100 10-ға бөлінеді, сонда 10-нан ортақ тоқтауыш көбейткіш 10-нан беріледі. Бөлімі 100, алымы 10-ды 1-ге көбейтсек 10, оған 9-ды қосамыз, сонда 100-ден 19 болады. Екінші есеп, 100-ден 27 қосылған 10-нан 7. 100 бен 10-ға ортақ көбейткіш 100, сонда тоқтауыш көбейткіш 10 болады. Бөлімі 100, алымы 27 жазылады, 10-ға 7-ні көбейтсек 70, қосамыз, себебі қосынды, сонда 97 алымы 100, бөлімі жауабы 100-ден 97 болады. Келесі үшінші есеп, 5-тен 7 қосылған 10-нан 7. Мұнда бізде 5 пен 10-ға ортақ көбейткіш 10 болады, себебі 10 5-ге бөлінеді, тоқтауыш көбейткіш 2. Бөлімі 10, алымы 14, қосу 7 болады. Сонда 21 бөлімі 10. Бұл бізде бұрыс бөлшек болғандықтан аралас санға айналдырамыз. Аралас сан не екенін білетін шығармыз да? Ол алымы үлкен болған жағдайда, яғни бұрыс бөлшек болған жағдайда, алымын бөліміне бөлеміз. Нешеден деді? 21-ді 10-ға бөлсек 2,5-нен береміз, оны 2,5 жазамыз. Бөлімі сақталады. Қанша қалдық қалады? 1 қалдық қалады. Оны алымына жазамыз. Болды, дәл осылай ғана орындай саламыз. Келесі төртінші есеп, 3-тен 2 қосылған 9-дан 5. 9 бен 3-ге ортақ көбейткіш ол 9 болады. Сонда мына жерден 3-тен берем. Сонда бізде 9, 3-ті 2-ге көбейтсек 6, қосу 5. Алымы 11, бөлімі 9, бұрыс бөлшек болып қалды. Енді біз бұны аралас санға айналдырамыз. Бұрыс бөлшек болса, міндетті түрде аралас санға айналдырамыз, себебі есеп аяқталмаған болып есептелінеді. 11-дің ішінде 9 бір рет кездеседі, бөлімі сақталады, 2 қалдық қалады, оны алымына жазамыз. Келесі 5-ші есеп, 24-тен 15 қосу 6-дан 1. 6 мен 24-тің ортақ көбейткіші бізде 24 болады. Яғни 24 6-ға бөлінгендіктен 1-ден тоқтауыш көбейткіш 4 деп жазамын. Сонда 15-ті 4-ке қосатын болсақ 19 болады. Келесі 6-шы есеп, 9-дан 5 қосылған 27-ден 2. 9 мен 27 9-ға бөлінеді ғой, сол себеп 1-ден жазамыз, ортақ көбейткіш 27 болады. Яғни мына жерге 3-тен берем, тоқтауыш көбейткіш. Сонда мұнда 27, 15, 3-ке 5-ті көбейтсем 15, 15-ке 2-ні қоссақ 17 қысқармайды, сол себепті осы күйінше сақталатын болады. Келесі 424-ші есеп. Бұл жерде дәл 23 сияқты орындайтын боламыз. Бірінші 45-тен 2-ге 9-дан 7-ні қосамыз. 45 9-ға бөлінетіндіктен ортақ бөлім 45 болады. Мұнда 5-тен беремін. 5 жердегі 7 35, 35-ке 2-ні қосатын болсақ 37 болады. Сразу жауабымызды жазып кетсек болады. Екіншісі 5-тен 2 қосылған 25-тен 4. 25 5-ке бөлінетіндіктен 1-ден тоқтауыш көбейткіш беріп кетем. Сонда 25, 5-ті 2-ге көбейтсем 10, 10-ға 4-ті қоссам 14. Қысқармайды, сол күйінше қалады. Келесі үшінші есеп, 6-тан 1 қосылған 18-ден 7. 18 6-ға бөлінеді, 3-тен болады. Осында ортақ бөлім 18 болады. 3, 3-ті 1-ге көбейтсем
3-ті 1-ге бөлсем 3, 3-ке 7-ні қоссам 10. Бұл әрмен қарап қысқарады, себебі екеуі де жұп сан. Онда 2-ге қысқартам. 10-ды 2-ге қысқартсам 5, 18-ді 2-ге қысқартсам 9. Келесі 4-ші есеп. 12-ден 19. 42 екен ғой. 42-ден 19 қосамын 7-ден 6. 7, 42 7-ге бөлінеді. 6-тан болады. Жазып қоям. Сонда бөлімі 42 ортақ көбейткіш. Мұнда 19 қосу 36 болады. 36 себебі. Сонда мұна жерде 42, мұна 5, 4, 5, 55. Бұрыс бөлшек болып қалды, Онда біз араласаңға айналдырамыз. 55-ті 42-ге бөлгенде бір реттен береміз бірден. 42 қалдығымыз 13 қалдық қалады. Дәл осылай қалатын болады. Келесі 5-ші есеп. 32-ден 3 қосу 8-ден 5. 32 8-ге бөлінеді. Демек, ол 4-тен беремін. Солай ғой. Сонда бізде не болады? Мына жерде 32 болады. 4 5-ім 20. 20-ға 3-ті қосатын болсам, 23 деп бірден жауабын жазып кете саламын. Келесі соңғысы 8-ден 3 қосу 56-дан 1. 56 8-ге бөлінеді. 7-тен тиеді. Демек 7 3-ім 21. Мына 1-ді қосатын болсам 22 болады. 22 болады. Мынау 56. Екеуі де жұп сан. Демек 2-ге бөлемін. Сонда алымы 11, бөлімі 28 болады. Келесі есеп 425-ші есеп шығаратын боламыз. 425-ші есепте айырмамен берілген екен. Біз жаңа қосындыны шығардық. Кеттік. 3-тен 1 минус 9-дан 1. 9 3-ге бөлінеді. 3-тен берем. Сонда 3-ті 1-ге көбейтсем 3, 3-тен 1-ді азайтсам 2, бөлімі 9 сақталады. Екінші есеп бізде ол 21-ден 10 минус 3-тен 1. 21 3-ге бөлінеді. 7-тен де 9 көбейткіш етіп жазам. 10-нан 7-ні алатын болсам бізде 3, бөлімі 21. Екеуде қысқаратыны айдан анық көрініп тұр. Себебі 21 3-ге бөлінеді. 2-ге 1-ді қоссақ 3, демек 3-ге бөлінеді. Сонда 3-ті 3-ге бөлсем 1, 21-ді 3-ге бөлсем 7. Келесі 3-ші есеп 15-тен 14 минус 5-тен 3. 15 5-ге бөлінеді, 3-тен тиеді. 14 минус 9 болады, бөлімі 15 болады. 14-тен 9 азайтсақ 5, бөлімі 15. Алымында бөлімі де 5-ге бөлінетіні көрініп отыр. 5-ті 5-ге бөлсек 1, 15-ті 5-ге бөлсек 3. Осылай қалады. Келесі 4-шісі 18-ден 17 минус 9-дан 1. 18 9-ға бөлінеді, 2-ден тиеді. Сонда 17-ден 2-ні азайтсақ 15, бөлімі 18. 3-ге қысқарады, 2-де 3-ге бөлінеді. 15-ті 3-ге бөлсем 5, 18-ді 3-ге бөлсем 6. Осы жауабы қалады. Келесі 5-шісі 9-дан 4 минус 45-тен 13. 45 9-ға бөлінеді, 5-тен тиеді. Жазып қоям. Сонда 45
20 болады. 20-дан 13-ті алатын болсақ, 7. Жауап осылай қалады. Келесі. 6-шы есеп. 3-тен 1 азайту 30-дан 7. Сонда ортақ бөлім 30 болатыны көрініп тұр. Мұнда 10-нан берем. 10-нан 7-ні алатын болсақ, 3, мұнда 30, 3-ке қысқарады. 3-ті 3-ке бөлсем 1, 30-ді 3-ке бөлсем 10 болады жауабы.